біздер елдер арасындағы туризм өзіңіз жаңа жоғарыда атап өткендегідей әлеуетімізді арттырып келе жатыр. Ал енді қазір соңғы жылдар әсіресе біз ішкі туризмге, соның ішіндегі мынау туристік орындардың потенциалын нығайту, жаңағы материалдық техникалық базасын жаңғыртуға мемлекет тарапынан үлкен назар аударылып, бұл тарапта қыруар қаражаттар бөлініп жатыр. Ішкі туристік маршруттар ашылып жатыр жаңадан. Ал енді жаңа айтып отырсыз, мен ресми директе тағы да бір айтып кетейін. Қазақстан қытайлық туристер арасындағы танымал елдердің тізімінде алдыңғы жылдармен салыстырғанда 40-шы орыннан 29-шы орынға көтеріліп отыр. Бұл деген үлкен көрсеткіш. Әсіресе соңғы жылдардағы мына визасыз режимнің алдын тасталуы, сонымен қатар елдер арасындағы жаңағы сауда-экономикалық қарым-қатынастардың жаңғыртылуы, ол жақтан кімдер келеді? Кәсіпкерлер келеді, іскер топ өкілдері келеді, мынау білім-ғылым саласындағы мамандар келеді. Оларға әрине біздің Қазақстанның жаңағы туристік орталықтарының қызығушылығы мемлекетті тану үшін біріншіден туристік орындарға бару керек, тарихи орындарға бару керек.